Саламатсыздар ма? Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін мен наурыз көже салғалы жатырмын. Наурыз көже тілеу көже ғой. Біздің әжеміз, менің есімде қалғаны, бала кезімізде жанында ойнап жүргенде, қазанға суды құя бастағаннан тілегін айтатын. Су құйып жатып, қазанға ұрпағыма өзенде өмір берсін дейтін. Етінің қыстан қалған, сүрленген еттерінің бәрін шығарып, жуып шайып дайындаған кезде жаңағы қазанымыз толы болсын, асарымыз молынан болсын деп тілейтін. Енді ол дастарханымыз ылғи мол болсын, ас тұзымыз таусылмасын деген тілеу ғой енді. Енді сонымен қатар әрбір мынандай арпа, жаңағы үйде не бар? Арпа, бидай, тары, менде қазір арпа тұр, тары тұр, күріш тұр. Әрбір дән салған сайын біздің әжеміз әдемі өзінің бір тілектерін айтатын. Әрине, сол кезде біз сөз айтып жатқан әжеміздің сөзінің қадірін түсінбейміз ғой. Әйтпесе сол кезде мен көп сөздерін жазып алар едім әрине. Сонда міне ақ туралы айтатын, ақты құйып жатқан кезде ұрпағым ақ болсын, айрандай үйіп отырсын, үйімшіл болсын деп әрбір салған дәм асына тілектерін айтатын. Сондықтан бұл сондай үлкен кісінің айтылған тілегімен піскен көже, бұл тілеу көже деп айтылатын. Енді қазір міне мен сорпам қайнап жатыр, сорпамды сүзіп тазалап, міне сорпам керемет маңызды сорпа болды. Енді сорпама қазір жуылған бірінші бізде мына арпа ұзағырақ піседі, арпамызды саламыз. Жаңа мен сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Етті мен алдын ала уақыт алмау үшін бір 2 сағаттан аса 2 сағат, 2,5 сағат па, сондай уақыт пісіріп алдым етімді. Пісіріп міне суытып дайындап қойдым стол үстіне. Сондықтан етті бірінші қайнатып пісіріп аласыздар, наурыз көже салады. Міне мен қайнап жатқан сорпама жаңағы жуылған, тазаланған арпамды салып қойдым. Арпа ұзағынан піседі, сондықтан біз арпамыз жарылып піскенше біраз қайнатамыз. Ашылып қайнағанша газдың асын жоғары көтереміз. Сорпамыз қайнай бастағанда астын басып қоямыз. Мен арпамды бір 40 минуттай, 40 минуттан да көбірек ау деймін, қайнатып жаңағы пісіріп алдым. Енді міне арқалата тары күріштерімізді сала беруге болады. Тары тез піседі. Кішкене суымды құйып жүрем, жаңа мен сорпасын кішкене тұзғылау екен. Айранда артынан құямыз, енді бұлар піссін. Енді осы уақыттың ішінде біз етімізді жаңа ұсақтап турап дайындай береміз. Етімізді турап отырып та мен әжем сияқты тілегімді тілей берем. Аман есен болайық. Ел жұртым аман болсын, тыныштық болсын. Ұрпақтарымыз жақсы азамат болып өссін. Мейірімді болсын, ақылды болсын деп міне. Жалпы наурыз көжені жасап жатқан кезде кейде айтып жатады. Ой, бәленше жерде мейіз салады екен, немесе басқа дәмді салады екен деп. Негізі тілек қой, не салсаңызда да тілек тілеп отырып салсаңызда жаңағы наурыз көженіміз, бірақ енді жаңағы арпа, бидай деген болу керек, дәннен жасаған ғой көжені. Соңғы қалған, қыстан қалған еттерін, сүреттерін соны асады, асқаннан кейін барып жаңағы дәндерін салады. Оған қосымша әркім өзінің қалауы бойынша жаңағы тағы да қосымша салатын дәмдерін салуға болады. Тілеп отырып енді тілеу көже болғаннан кейін. Енді міне қазір арғалата салған дәндеріміз пісіп кетсін.
менде қатық жоқ, менде құрт, сондықтан кішкене үстіне сорпа құйып. Сорпа құйдым, енді сол сорпаға жаңа құртымыз езіліп тұрады. Бұрқыратып қайнатып алдық. Енді міне мен етімді саламын. Енді міне жаңағы езіп қойған құртымды айранымызды міне көжеміз дайын. Мен піскен көжемді құйып, міне дәмін көргелі жатырмын. Керемет дәмі. Жылқының сорпасы, қазы, сүрленген етіміз, асылған жаңа дәндер салынған міне. Және қатығымызды құйдық. Мен құртымды езіп алып қойдым айранмен бірге. Сондай керемет. Мен қазыны салған жоқпын. Қазы өте майлы болған себепті әркім шетін жаңа қазы жақсы көретін адамдардың ісіне бөлек-бөлек салып берем. Біздің балалар майлы қазыны жемейді. Сондықтан міне сондай керемет тілеу көже жасадым. Сіздер де өстіп көже жасауларыңызға болады. Нан жайып, нан салып жатады жаймана. Ол да дұрыс. Бірақ мен қазір тек қана дәндермен сондай тілеу көже пісірдім. Сол. Сіздер де жасаңыздар, өсіп көже салыңыздар, тілек тілеңіздер. Мейрамдарыңызбен.